Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін сіздермен гатта тәттісінің рецептісімен бөліспекшімін. Гатта печеньесі бұл шығыс елінің тәттісі. Құрамы ең қарапайым азықтардан тұрады және дайындалу да көп уақытты алмайды. Видеоны соңына дейін қараймыз және лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ал енді гатта тәттісін бастайық. Ол үшін бізге ұн қажет. Ұнды міндетті түрде ситадан өткіземіз. Енді осы ұнымыздың үстіне сары майымызды саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай әдемі ұнтақ шығуы қажет. Енді бөлек ыдысымызға қаймағымызды саламыз. Содан кейін қатығымызды құямыз. Оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Соңында тұз бен ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз дайын. Енді осыны бағанағы ұнтағымыздың үстіне құямыз. Жақсылап араластырып қамыр илейміз. Бізде осындай күшті, сондай қолға жабыспайтын әдемі қамыр иленеді. Қамырымызды пищевая пленкаға салып ораймыз. Ораған қамырымызды тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз ортасына салмасын дайындаймыз. Ол үшін ұнға қантымызды саламыз да араластырамыз. Содан кейін майымызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Бізде осындай ұнтақ шығуы қажет. Енді 20 минут уақыт өтті. Енді қамырымызды алып, осылайша екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал бір бөлігін жаятын боламыз. Осылайша ұн себе отырып қамырымызды жаямыз. Жайылған қамырымыздың үстіне бағанағы салмамызды салып жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін қамырымызды ширатып ораймыз. Қамырымызды тығыз қылып орағандарыңыз дұрыс. Сол кезде біздің печеньеміз әдемі болып шығады. Осылайша қамырымызды орап аламыз.
Содан кейін үстінен шамалы ғана басып шығамыз. Қатты басып жүрмеңіздер. Енді осының үстіне жұмыртқамызды жағамыз. Вилканың көмегімен үстіне узор жасаймыз. Дайын болған қамырымызды осылайша кесіп шығамыз. Кесіп болған соң арасын ашықтау етіп противеньге саламыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 35 минуттай пісіріп аламыз. Біздің гатта тәттіміз дайын болды. Осындай әдемі болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Бұл өте дәмді, осындай қатпарлы әдемі болып шығады. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған ардақ, сау болыңыздар.